Достар сәлем, бүгін сіздерге тауықты ерекше маринадтау жолын көрсетемін. Видеоның соңына дейін көріңіздер, және де менің каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар. Ең алдымен біз маринадтаймыз. Тауықты жақсылап жуып аламыз да, тұз қосып, барлық жеріне жағып шығамыз. Одан соң қара бұрыш, куркума, паприка және орегано дәмдеу үшін қосып, жақсылап барлық жеріне ысқылап жағып шығамыз. Енді сарымсақты күштен өткізіп және сұйық майды құйып, тауықтың барлық жеріне жақсылап жағып шығамыз. Енді апельсин шырыны қажет. Менде мына жақта бір апельсиннің шырыны. Тауыққа құямыз да, барлық жеріне жақсылап жағып шығамыз. Бұл апельсин тауыққа өте ерекше дәм беріп тұрады. Енді тауықты осындай таза ыдысқа құйып, бетіне жаңағы шырындардың барлығын құйып, тауықтың бетін жауып, 2 сағатқа маринадтауға мұздатқышқа қоямыз. Міне, тауығымызда 2 сағаттай маринадталды мұздатқышта. Енді фольгамен тауықтың аяғын осылай байлап қоямыз. Енді бетін фольгамен осылай жабамыз. 180 градуста 2 сағаттай қызып тұрған пеште пісіріп аламыз. Міне, тауығымызда 2 сағаттың ішінде дайын болды. Иісі деген керемет, бүкіл үйдің ішін алып тұр. Міндетті түрде осы рецептпен дайындап көріңіздер. Өздеріңіздің қалауларыңыз бойынша кез келген тағамдармен әсемдеп дастарханға ұсынсаңыздар болады. Қараңыздар, өте әдемі, дәмді, әрі сочный болып пісті. Міндетті түрде сіздер де осылай жасап көріңіздер. Және де менің каналыма тіркеліп лайк басқандарыңыз үшін көп рахмет.